Тік төртбұрыш үш тең шаршыға бөлінген. Шаршының қабырғасының ұзындығы А, тік төртбұрыштың периметрі мен ауданын табыңдар дейді. Суретін салып көрейік. Бізде тік төртбұрыш салынған болсын осындай. Осы тік төртбұрышты тең үш шаршыға бөлген. Бір шаршымыз, міне екінші, үшінші шаршымыз болсын. Міне 1, 2, 3 шаршы болған екен. Әр шаршының қабырғасы ұзындығы А дейді. Бұндай болатын болса, мына жер А, мына жер А, мына жер А, барлығы сондай. Шаршының әр қабырғасы А-ға тең. Тік төртбұрыштың периметрі мен ауданын табыңдар дейді. Мына жерде бізде мына жер А, мына жер А болатын болса, бізде тік төртбұрыштың периметр бір қабырғасы неше болады? Мына қабырғасы 3А болды деген сөз. Ал мына қабырғасы тек қана А. Сонда бұның периметрі қандай болады? Бұл барлық қабырғалардың қосындысы, яғни 3А қосылған, мына жерде 3А болады. 3А көбейтілген 2 қосылған, мына қабырғасы мен мына қабырғасы А көбейтілген 2. Бұнда тең болады 6, 8А. Енді ауданын табайық. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біздер мына әр кішкентай шаршының ауданын қоса аламыз. Немесе толықтай 3А-ны А-ға көбейте аламыз. Екі қабырғасының көбейтіндісіне тең. Бұл тең болады 3А квадрат. Бұлай есептейтін болсақ, 3А мына жерде А квадрат, мына жерде А квадрат, мына жерде де А квадрат. Сонда ол жағынан есептегенде де 3А квадрат шығады. Келесі есепті қарайық. Жұлдыз шаршы пішінді дастарханның шетін тоқыма жіппен 30 минутта көмкереді. Ол ауданы осы дастарханның ауданынан 9 есе артық шаршы пішінді дастарханды қанша сағатта көмкереді? Жұлдыз деген қыз шаршы пішінді дастарханнан да бізде шаршы пішінді дастархан болсын. Осының шетін тоқыма жіппен 30 минутта көмкереді дейді. Ол ауданы осы дастарханның ауданынан 9 есе артық шаршы пішінді дастарханды қанша сағатта көмкереді дейді. Ол не деген сөз? Осындай мына кішкентай бөлікті ол 30 минутта істейтін болса, осыдан 9 есе артық пішінді қанша сағатта көмкереді? Ол 30 көбейтілген 9 минут. Сонда 9-ды 30-ға көбейткен кезде 9 үшім 27, 270 минут екен. Енді бұны сағатпен өрнектейтін болсақ, бұл 270 минутты сағатқа айналдыру үшін оны 60-қа бөлеміз. Сонда бізде 240 минут, бұл 4 сағат болады, және 30 минут болады.